Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге шашымыздың түбіне және басымызға массаж жасау жолдарын көрсетемін. Менімен бірге болып, соңына дейін видеомды тамашалаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздерден қолдау болса, маған шабыт болады. Ендеше бастайық. Ең бірінші басымызға, шашымыздың түбіне массаж жасау үшін мойыннан бастаймыз. Әрине, бетке жасаған секілді мойнымызды босаңсытып аламыз. Ол үшін әдеттегідей қолымызды әбден ысқылап қыздырып аламыз. Бір жақта жел болып тұр, сондықтан дауыстар шығып жатыр. Айып етпеңіздер. Ең алдымен мойынды былай қысамыз. Екі қолмен қысып массаж жасаймыз. Мен басынан аяғына дейін көрсетуге тырысамын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Өзіңіздің жаныңызға айна және музыка қосып қойсаңыз болады. Өзіңізге жағымды музыка қосып қойсаңыз болады. Осылай ысқылаймыз. Тартуға да болады. Бұл сіздің шейный остеохондрозыңызға өте жақсы көмектесетін массаж. Мойныңызға күнделікті кешкісін осылай өзіңіз ешкімге жалынбай массаж жасап тұрыңыз. Ешқандай да қорқатын ештеңе жоқ. Мойныңыздағы холка кетіп, мына жердегі майлар ыдырайды. Осанкаңызды түзеулеуге тырысасыз. Сол кезде сізде мына жердегі енді қалыптасып келе жатқан остеохондроз кететін болады. Телефонға көп шұқшиямыз, әрине. Соны анда-санда болса да напряжениесін алып тұру керек. Барлық күш, барлық ауыртпашылық мына біздің мойнымызға келіп түседі. Біз телефонға да осылай қараймыз, тамақ жасаған кезде осылай тұрамыз. Сондықтан мойнымызға массаж жасап тұруымыз керек. Мына жерде менің қызым ойнап жатыр. Дыбыс шығып жатса, айып етпеңіздер. Әбден ысқылаймыз. Ысқылаған уақытта мойныңыз кәдімгідей ұстап аласыз да былайна тартасыз. Ұстап аласыз, тартасыз. Бұл өте сондай өзіңізге жайлы және өте жақсы әсер беретін массаждың түрі. Мойын массажында бет болсын, бас болсын, осы массаждардың түрін жасаған кезде міндетті түрде мойыннан бастаймыз. Мойнымыздағы тұрып қалған, қатып қалған ауа, май, соларды бірінші қыздырып алып барып жасамасақ,
ол біздің жасап мойнымызға, бетімізге, басымызға жасаған массаждың әсерін болғызбай қоюы мүмкін. Сондықтан менімен бірге мойныңызды осылай массаждаңыз. Бұл массаж жасаған уақытта қолыңыз қызып, арқаңыз қызып, қалай айтсам болады, денеңізден тер шығып, физикалық жаттығу жасаған секілді өзіңізге сондай сезіледі. Одан қорықпаңыздар, өте жақсы көмектесетін массаждың түрі. Жасаған уақытта айнаға қарап отырып, өзіңіздің келбетіңізге, жасап жатқан іс-қимылыңызды реттеу үшін айнаға қарап отырып жасаңыз. Бұны кем дегенде 10 минут жасау керек. Байқасаңыз, егер менімен бірге жасап отырған болсаңыз, теріңіз шығып, жақсарып қаласыз. Осылай қысып та қойсаңыз болады. Желкедегі қатып қалған, салқын ұстап қалады, шаншу деп жатамыз ғой, соның бәрі осы жерге келіп қатып қалады. Жасаймыз. 10 минут ол көп емес, қыздырып алғанға өте жақсы. Бұны жасаған уақытта көзіңіз шайдай ашылады. Өйткені нагрузканың бәрі осы жерде, қан айналым осы жерде дұрыс болмаса, басыңыз ауыра береді, басыңызға кислородтың баруы өте қиындайды, давление болады. Сондықтан осы бастан алдын алу керек, егер остеохондрозыңыз жоқ болса. Мойныңызға жаттығу жасап алсаңыз да болады. Әдеттегідей басымызды айналдыруға да болады. Жасап көріңіз, өте ыңғайлы, өте сондай бір тыныштандыратын. Әсіресе компьютердің алдында көп отырған кезде жасауға болады. Денеңіз құрысқанның бәрін басады. Қасаңыз өстіп жасаған кезде басыңыз қытырлап, мойныңыз қытырлап, тұздың жиналғанын байқайсыз. Сол тұздың бір жерде қатып, сізге қозғалуға кедергі жасамайтындай етіп күнделікті жасасаңыз, өте көмегін тигізеді. Бір-екі рет осылай қалап қоясыздар. Ешқандай да қорықпаңыздар. Өзіңізге ауыртпайтындай етіп, бұл жерді барынша қолыңызды өзіңізге ауыртпайтындай батырып жасай берсеңіз болады. Бұлай екі қолмен тартсаңыз болады. Саусақтың басымен өзіңіз сезесіз қалай жасау керек, өзіңізге ыңғайлы болғанын. Және мына екі қолды көтерген уақытта сіздің
сіздің осанкаңыздың түзелуі, яғни жауырыныңыздың ашылуы қалыптасады. Бұны көтерген уақытта сіздің төсіңіз көтеріледі, кеудеңіз көтеріледі. Сондықтан арқаңыз түзу бола бастайды. Анда-санда осылай да жасап қойған дұрыс. Екі шынтақты желкеге ұстап қойып, алдыға қарай емес, артқа қарай жылжытамыз осылай. Жасап көрсеңіз, бірден тер бұрқ ете қалады. Байқасаңыз. Ендігі кезекте шашымызға, басымызға мән берейік. Мына желке тұсынан мына саусақтың көмегімен оқталаймыз. Өзіңізге ұнайтын қалыпта қалайсыз. Негізі білсеңіз, беттің терісі осы бастың терісімен жалғасқан. Сол беттің терісі салбырап кетпес үшін мына шаштың, бастың терісін өте жақсы тонуста ұстауымыз керек. Басыңыздың әр бұрышына осы саусақтарымызды осылай кіргізіп, қалаймыз. Бұл сіздің шашыңыздың фолликуласын, яғни түбіндегі түп тамырын оятып, сіздің шашыңызды өсуін қалыптастырады. Шашыңызда қалып қойған немесе пайда болып жатқан қайызғақты кетіреді. Біз ойлаймыз, тараған кезде шашымыз қайызғағы шығып кетеді, или болмаса неге шығып кетеді бұл қайызғақ деп. Ал негізі қайызғақ ол мынау шашымыздың түбіндегі тері дұрыс демалмағандықтан, тыныс алмағандықтан, дұрыс пилинг жасалмағандықтан, үсті-үстіне май немесе шампуньның, бальзамның бальзамдар тұрып қалған уақытта қайызғақтайды, және ол ішкі организмге де байланысты. Ішкі организмді дұрыс тазартып отырсақ, басымыздың да тонусы жақсарып, жасушалары дұрыс түзілетін болады. Басымызды барлық жеріне саусағымызды тигізіп, уқалап, негізі шашты тарау, шей ғана ипотипасын кетіреміз деп тараймыз ғой. Ал бұлайша тарау дегеніміз ол массаждың түрі. Массажды қазір тарақпен де жасайтындар бар. Қолыңызды аласыз. Жоғарыдан, төменнен жоғары қарай басыңызға қан жүріп, рахаттанып, өзіңізді жайлы сезініп қаласыз.
tırnağımızды тигізбейміз, тек қана мына саусақтың жұмсақ жерлерін жасаймыз. Тараған сияқты. Бірақ шашымыздың түбіне, терісіне басымыздың тигіземіз. Мен мына жақтан алып келдім, және бұлай төбемнен өткізіп, енді самайымнан төбемнен өткізіп, осылай және маңдайымнан осылай. Жасаған уақытта өзіңізді жақсы көріп, әрбір жеріңізге тигізіп солай жасайсыз. Қолыңыз талып кетсе, екінші қолыңызбен де жасай берсеңіз болады. Бұл сіздің енді келесі жаққа мінекей қараңыздар. Төбінен желкеден алып келіп төбеге қарай. Желкеден алып келіп төбеге қарай. Желкеден алып келіп төбеге қарай. Қорықпаңыз, бұл кезде де шашыңыз түседі. Кейбір адамдарда шаштың түсуі көп. Өйткені ағзасында белгілі бір дәрумендердің жетіспеуінен болады. Ол дегеніміз ағзаны дұрыс тамақтанбаған кезде сондай А витаминоз болады, витамин жетіспеушілік. Мен шашымды 2 күн болды, майланып тұр өзіде. Бірақ бүгін мен массаж жасауды жөн көрдім, және осыдан кейін душ қабылдап, жуынып, майын келтіремін. Нағыз өзінен басқаны ойламайды екен деп жүрмеңіздер. Бұл да бір терапия, білсеңіздер. Мына басымыздағы тамырларды, миымыздың дұрыс жұмыс жасауын, дұрыс қан айналымды жақсартатын сондай бір үлкен терапия. Желкемнен әлімін алып келіп, төбеме қарай жасап жатырмын. Өзім шашым өзі туғаннан сирек. Және мен не үшін сирек деп сұрағанда, анам, сен сәл ерте туып қойғансың, еді туылып қойғансың. Кішкене сенде әлжуаздық болды деді. Бірақ ол маған ешқандай да өміріме кедергі еткен емес. Мен өзім ризамын осы шашыма. Бірақ үнемі күтім жасап тұруға тырысамын. Шашым жұқа деп. Самайдан бұлай қарай. Енді маңдайдан
Былай қарай. Шашым алба-жұлба шығып жатыр деп қорқып кетпеңіздер. Мінекей. Алдыдан артқа қарай. Жай ғана сырғытып өтеміз. Ешқандай да тырнамаймыз. Жай ғана сырғытып өтеміз осылай. Мінекей сіздің басыңыздағы, бетіңіздегі бүткіл ауыртпашылық, төбеңізде тұрған, қозғалусыз тұрған аурулар, кейде желкем тартады, болмаса төбем ауырып тұр деген секілді, ол біздің басымыздың қан айналымының дұрыс еместігінен болады, достар. Және болмаса шаншу ұстап қалған кезде жақсы көмектеседі. Әшейін жүргіземіз. Саусағымыздың әшейін жүргіземіз. Барлық басымыздың түбіне. Өзіңізге де байқалады. Ендігі кезекте жаңа былайша әшейін жүргізсек, енді шашымды әдемі қояйын енді. Қысқым қашып кетпесін. Енді спиральки жасаймыз. Басымыздың түбінен спиральки. Желкемізден төбемізге қарай. Маңдайымызға келдік мінекей. Енді мұны осыны 3-4 мәрте қайталауымыз керек. Самайымыздан төбемізге қарай мінекей. Самайымыздан төбемізге қарай. Шаштың арасынан көрінбеуі мүмкін, бірақ осылай жасаймыз ғой. Төбінен алып, асықпай жасасаңыз да болады бұны. Тез жасасаңыз да болады, бірақ өзіңіздің шашыңыздың қалыңдығына, структурасына қарай. Яғни, бұл шашыңызға емес, басыңыздың терісіне жасалатын массаж. Терісімен қосып отырып, қозғалтамыз. Шашым алба-жұлба болды ма? Терісін қозғалтамыз. Жаңа шашымыздың үстінен былай сырғытып өтсек, енді шашымызды терісін қозғалтамыз. Терісін басып, бұл шығыты ода аз болады, бірақ сонда да терісін қозғалтуға тырысамыз. Терісін қозғалтуға тырысамыз. Бұл кезде сіздің басыңыз шаншу қадалса, ауырып тұрған болса, өте көмегін тигізеді. Және төбеде бізде нүкте бар.
осы жерді басып қойсаңыздар болады. Тура мынау мына жердегі макушка дей ма, сол жерде нүкте болады, соны басып қойыңыздар. Енді шашымызды тартамыз. Мына жерден бастап әрбір шашыңызды тартып көріңіз. Енді әрине ауыртпайсыз өзіңізге. Бұл да сіздің шашыңыздың фолликуласын оятатын болады. Нервіңізді басатын болады. Негізі нервтің окончаниясы осы шашқа ұқсатамын мен негізі. Шаштың да кейде тұрып кетіп, бір түрлі қозғалып тұрған секілді болатын кездер болады. Мінекей, осылай біртіндеп алып жасап көріңіз. Көзіңіз шайдай ашылып, жақсы болып қаласыз. Кезек өстіп алып, ауыртпайтындай етіп алып, жайлап тартамыз. Бұл сіздің шашыңыздың, басыңыздың терісін қозғалтады және шашыңыздың фолликуласын оятады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Бұл әрекетті мен сіздермен бірге жасап отырмын. Сондықтан мұқият болыңыздар. Барынша өзіңізге зейін қойып жасаңыздар. Массаж жасаған кезде шашыңызды қоса жұлып алып жүрмеңіз. Ол жұлу повреждение болып саналады. Сондықтан жұлмауға тырысыңыз. Алайда осы жаттығу, мінекей осындай фолликуланы ояту, шашыңыздың түбін қатайтады екен. Және түспейді шашыңыз. Әрине, витаминдеріңізді толықтырыңыз. Б тобындағы витаминдер барлық жеріне шашым қолымда тигізіп тартып жатырмын. Өзіңізге де белгілі, қай жеріңіз тартылды, қай жеріңіз тартылмады. Шашыңызды екіге бөліп істесеңіз де болады, болмаса уыстап, мен секілді ұстап алып тартып істесеңіз де болады. Қолым талып кетті, мына жаққа ауысамын. Жылдасым кей күні шашымды тартып берші деп айтады. Мен өзім шашым нәзік болғаннан кейін шаш тарту өте ауру сезімін тудырады ғой. Сондықтан маған ол ұнамайтын. Бірақ алайда бұл ұйқыңды ашады, сосын миыңдағы ойды жүйелендіреді. Не ойлап жатырсыз, соны тұрақтандырады. Яғни басыңызға кислород барып, массаждың бұл да бір түрі, өте бір жақсы әсерге бөленесіз.
мінекей мына жақ самайыма да келіп қалдым. Енді бұны мына жерден бүйтіп шашыңыздың терісін қозғалтасыз. Осылайынан ұстап аласыз да. Бұл сіздің бетіңізге де салбырап кетпеуіне әсер етеді. Ұстаған уақытта әрине ауырады. Ауырмайды деп айта алмаймын. Алдыға, артқа, жанға, солға, оңға, солға осылай қозғалтасыз. Қатты ауыртпаңыз әрине. Мына қыз не істеп жатыр, шашын жұлқылап деп ойлап жатқан шығарсыздар. Уыстап ұстасаңыз кішкене оңай болады осылай. Ал біртіндеп ұстасаңыз әрине ауырады. Бүйтіп ұстамайды. Сондықтан осылай ұстап алып ұстаңыз. Енді мен сіздерге бұл массаждың ары қарай қолмен емес аппаратпен жасап көрсететін боламын. Аппарат дегеніміз ол аппараттың сатысын ғана көрсетемін. Бұл ультрафарафанез, яғни мына жерге вибротоқымдар өтеді. Қосқан уақытта қостым. Енді мына бұл аппаратта сіздің фолликулаңызды, яғни шашыңыздың түбін оятады. Қан тамырларыңызды жақсартады. Бірақ бұның қарсы көрсетілімдері бар. Ол денеңізде бөгде бір зат болмау керек. Инородное тело болмау керек. Ол темір болсын, кардиостимулятор болсын, болмаса ботекс болсын, гиалуроновая кислота болсын, жаңа бетімізге ине арқылы құятын. Оның бәрі сыртқа шығып кетеді. Сондықтан ондай процедуралар жасаған уақытта бір кемі 4-5-6 айдан кейін ғана жасау керек. Ал инородное тело болса мүлдем жасауға болмайды. Өйткені бұл аппарат инородное телоны сыртқа шығарып итереді, яғни орнынан қозғап жіберуі мүмкін. Бұл аппараттың соншалықты күштілігі. Бұл аппаратты мақтап жатқан емес, әрине ақшаштың болдырмауын жақсартады екен. Яғни түбінен жаңа шаштар шығады. Жаңа шаш ол жаңа фолликуладан шыққан шаш, түбі қатты, жақсы шаштар шығады. Сапалы структурасы. Ал енді айтатын болсақ, бұл аппаратты мен алғаныма біраз болды. Бірақ шашыма бір рет қана жасаған. Осы екінші рет жасап жатырмын. Бірақ ерінбей күнделікті курстап, яғни 10 күн хотя бы алсаңыздар, нәтижесі болады екен. Біз қазақ өзімізге тиеді, еріншекпіз, жалқаумыз.
Ағаштың үстінен осылай жүргіземіз. Ешқандай да май ештеңкені қолданып қажет емес. Тек қана осылай жүргізіп отырамыз. Осылай проборды ашып жасаймын мен. Сіздерге естіле ма білмеймін. Дыз деген дауыс өзіме естіледі жасаған кезде. Мына жерде енді тарақпен ашып алу керек. Меніңше бірақ мен қолмен ашып жатырмын. Төбеден жоғары қарай. Әсіресе мен мына жерімде шаш жоқ. Соған жасаймын. Аппараттың беті басымызға тегіс болып тие керек. Қырынан жырып өтпеу керек.
Мінекей мына самайыма да жетіп қалдым. Жердің проборларын ашып жасасаңыз да болады. Резинкамен алып, мына желке тұсымызға жасаймыз. Шашыңызға ғана емес, басыңызды да сондай әдемі қалыпқа келтіреді. Енді мына жердегі терімізге жасауға болады. Бұл жерге енді май немесе гельмен жасау керек. Гельмен жасау керек. Менде қазір гель болмай тұр, сондықтан жасамаймын. Аппаратты өшіреміз. Сосын жинап қойдық. Енді мінекей бүгінше шашымыз май, енді көреміз. Жарқырап жүріңіздер, әдем болып жүріңіздер. Менің каналыма тіркеліп жазылып алыңыздар. Мені тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Сіздермен болған сымбат, менімен бірге сымбатты болып жүріңіздер. Сау болыңыздар.